ипотекаға үй алайын деп жүрсеңіз, немесе үй сатайын деп жүрсеңіз, үйдің құжаттарын түгендеу керек. Үйдің негізгі құжаттарына договор купли-продажи, техпаспорт және үшінші құжат уведомление о госрегистрации деген құжаттар кіреді. Соның ішіндегі уведомление о госрегистрации деген құжатта обычно сделка болады, нотариуста регистрация үшін төлейсіздер, одан кейін келесі күні беріліп жатады, бір күнде немесе 2-3 күннен кейін алып жатады. Сол кезде уведомление о госрегистрации дегенді көбінесе алмай кетеді. Оны нотариустан ғана аласыз, немесе жаңағы сайттан аласыз. Сіз мысалы үй сатайын деп жатсыз, қазір бізде практикада сондай моменттер кездесіп жатады. Договор купли-продажи бар, техпаспорт бар, сол уведомление о госрегистрации дегенде нотариустан алмай кетіп, ұмытып кетіп жатқан жандар бар. Сондай кезде жаңағы уведомление госрегистрацияны нотариусқа барып алу керек. Немесе екінші бір момент, enis.kz деген сайттан жаңағы регистрацияда, сделка кезінде регистрацияға ақша төлейсіздер ғой, Каспиймен төлейсіздер, сол төлеген кезде Каспийде историяда чек қалатын болады. Сол чекте жазылып тұрады, 20 сандық заявканың номері тұрады. Сол 20 сандық заявканың номерін алып, enis.kz деген сайтқа енгізіп, проверка заявки на регистрацию деп тұрады, соған енгізіп, нотариуске бармай-ақ уведомлениені үйіңізде отырып та шығара салуға болады. Осындай бір кішігірім момент, лайфхак бар. Достарыңызға, таныстарыңызға таратып қойыңыздар, пайдалы болсын. Ал парақшаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсы ағайын.